Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге пеште пісетін стрипсидің жасалу жолын көрсететін боламыз. Сырты сондай қытырлақ және іші өте дәмді болып шығады. Әсіресе ПП-да жүрген адамдарға таптырмас астардың бірі. Ең алдымен тауықтың төс етін алып, жақсылап жуып аламыз. Содан кейін стрипсиға қажетті мөлшерде кесіп алатын боламыз. Яғни сәл ұзыншалау етіп, орташа қалыңдықта. Себебі пешке піскен кезде тез пісіп, яғни 20 минутта пісіп кетуі керек. Сол себепті қалыңдықты орташа етіп аларсыздар. Міне видеода барлығы анық, нақты көрсетілген. Егер каналымдағы видеолар сізге ұнайтын болса, пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, және де ұнаған видеоның астына өз пікіріңізді қалдырып кетуіңізді сұраймын. Сізбен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей төс еттің барлығын кесіп дайындап алдық. Енді дәмдеуіштерге келетін боламыз. Ең алдымен ас тұзын керекті мөлшерде себелейміз, және де қара қызыл бұрыш салатын боламыз, және де бір ас қасық паприка салатын боламыз. Осылайша барлығын салғаннан кейін қолдың көмегімен жақсылап тұрып, барлық жеріне тиетіндей етіп араластырып алатын боламыз, және де кем дегенде 15-20 минуттай қойғаныңыз дұрыс. Яғни етке тұз жақсы сіңіп, дәмді болып шығады. Осылайша 15 минут қойғаннан кейін панировкаға көшеміз. 2 дана жұмыртқаға сәл тұз себелейтін боламыз татымына қарай. Осылайша және де бізге ұн қажет болады, панировочный сухари қажет болады. Ең алдымен төс еттерімізді бірінші ұнға, содан кейін жұмыртқаға, одан кейін сухари, яғни кептірілген нанға аунатып алатын боламыз. Осылайша барлық төс етін бірінен соң біріне басып шығатын боламыз, және де пергамент қағазы төселген ыдысымызға орналастырамыз. Мен бұл жердегі панировочный сухариді қарапайым дүкеннен сатып алдым. Көзге сондай жағымды түс болғандықтан, сіз егер қаласаңыз үй жағдайында да жасауыңызға болады. ютубта көптеген каналдарда жасалу жолы да көрсетіледі, қарап шықсаңыз болады. Немесе мен сияқты сәл еріншектеу болсаңыз, дүкеннен сатып ала салыңыз. Осылайша барлығын дайындап алып, қызып тұрған 180 градустағы пешке бар жоғы 20 минутта салып шығатын боламыз. Ішіндегі тауық еті де піседі, сырты одан сайын қытырлай түседі. Мінекей дайын болды. Өте керемет, сондай дәмді болып шықты. Қалаған соусыңызды жасауыңызға болады, немесе осылай кешкі асқа түрлі көкөністермен ұсынуыңызға болады.